Саламатсыздар ма? Қадірменді тыңдармандар, Аудиоматын каналының әңгімелерін жоғалтып алмас үшін лайк, подписаться етіп қойыңыздар. Сиырдың жапасы туралы. Ұмытпасам, 1982 жылдың маусым айының басы. Жаркент өңірінде Қастеев атындағы мектепте мұғалім болып жүрген кезім. Сабақ аяқталып, оқушылар каникулға шыққан. Тек 8 және 10 сынып оқушылары емтихан тапсыруда. Бір күні түстен кейін жасы үлкен ағайлар, Емьяров деген оқушының әкесі, ұлымның емтиханды кіленбеске тапсырған жуып беремін. Ер мұғалімдер сол үшін үйрек базасына келсін деп сәлем айтып жіберіпті. Кеттік сол жаққа деп, мені де өздерімен бірге алып кетті. Мектепте бірінші жыл жұмыс істеуім болғандықтан, менде ағайларға қарсы уәж айтатындай қауқар да жоқ еді. Директордың орынбасары Мұғаш ағай бастаған 15 шақты ер мұғалім 3 машинаға отырып, айтылған жерге жөнелдік. Үйрек фермасы ауылдан 5-6 шақырымдай жерде екен. Шақырған кісі ферманың меңгерушісі екен. Бізді жақсы күтті. Қуырылған үйрек етін тау қылып үйіп тастады. Көкөніс пен ішімдік те жетерліктей. Әңгімеміз жарасып, 2,5 сағаттай уақыт дастархан басында отырып қалдық. Күн ыстық. Бір кезде ағайлар суға түсейік деп, бәріміз қайтадан көліктерге отырып, ауылдың сыртында Бабилян деп аталатын каналға келдік. Бір жерде аққан су арнаның бетон қалыптарынан жерге құйылып, әрі қарай арық болып ағады екен. Су жоғарыдан түскен жер ойылып, кішігірім тоған секілді болып қалыпты. Сонда шомылдық. Бастапқыда суға түспей жағада тұрған интернат меңгерушісі Баймұрат ағай, су рахат екен, түспейсіз бе деген елдің шақыруына көніп, бір кезде жейдесін шеше бастады. Сонда байқадық, ол кісінің оң жақ иығы мен жауырыны бұжыр-бұжыр тыртық екен. Математик Қалбек ағай таңырқап, Баймұрат, қолыңа не болған деп сұрады. Баймұрат ағай: болма, бала кезде үй ішінде жүгіремін деп, үстіме пештің үстінде қайнап тұрған шәугімді аударып алғам. Соның кеселінен үстімнің бәрі жара боп, бітелмей кетті деп жауап қатты. Бәріміз де жамырасып, әттеген-ай, қиын болған екен дегендей бастарымыз шайқап, Баймұрат ағайға жанымыз ашығандығын білдіріп жаттық. Осы кезде Тоқтамыш деген жасы бәрімізден де үлкен ұйғыр ұлтты ағай былай деді: сендер қазақ болсаңдар да, күйгенге қарсы қазақтың қолданатын емін білмейді екенсіңдер. Оны қолданғанда денеде тыртық тұрмақ, бірде-бір дақта қалмас еді деді. Тоқтамыш ағайдың сөзіне бәріміздің де құлағымыз елең ете қалды. Ол қандай емет деп сұрадық. Тыңдасаңдар, мен сендерге бір қызық әңгіме айтып берейін деді Тоқтамыш ағайымыз. Әрине бәріміз де айтыңыз, тыңдаймыз дедік. Ол кісінің әңгіме айтқанда маңғаздана, майын тамызып айтатыны бар еді. Сол әдетіне салып, мынадай қызық хикая айтып берді. Бала кезімде мені қазақтар асырады. Асыраған әке-шешем мал бағушы еді. Жазғы күні жайлаудамыз. Бірде мынадай оқиға болды. Шамамен мен ол кезде 12-13 жаста едім. Бір күні әдеттегідей мені асыраған әке-шешем малда болып, 70-тен асқан атамызбен бірге үйде ұсақ балалар ғана қалғанбыз. Сол уақытында көрші үй жақтан қатты айғай шығып, іле-шала екі көз жарасынан шығып кеткен сол үйдің мен қатарлы Сәрсен деген баласы табалдырықтан сүріне жүгіріп кірді. Оның аптыққан сөзінен біз сол үйдің 10 жастағы қызы мосыда қайнап тұрған бір шелек шәугімді түсіремін дегенде ыстық суды үстіне қотарып алғанын білдік. Ол үйде де ересектерден ешкім жоқ екен. Атам ойбай кеттік деген соң жүгіріп көрші үйге бардық. Суға күйген қыз есінен танып жерде жатыр. Басынан басқа денесінің барлығы дерлік күйген секілді. Көйлегі де денесіне жабысып қалыпты. Не істеу керек? Ең жақын емхана бұл жерден 100 шақырым жерде. Хабар беретін жайлауда телефон да жоқ. Сол кезде атам жерді сызып көрсетіп, Сәрсен екеумізге тездетіп қыздың бойымен бірдей болатындай шұңқыр қазуды бұйырды. Ұзындығы 1,5 метрдей, ал ені мен тереңдігі 2 қарыстай болатын шұңқырды жан ұшыра қаздық. Екеуміз де қорқынышпен үрейден де, қызды аяғанымыздан да жылап жүрміз. Жұмыс аяқталған соң атам бізге шұңқырға сиырдың жас шаппасын әкеп тастауды бұйырды. Қолымызға кішірек арба шана алып, ол жұмысты да жүгіре жүріп жасадық. Малдың бәрін әке-шешеміз өріске айдап кеткендіктен қораның бәрі де бос тұр. Оларда не көп? Әрине сиырдың жапасы көп. Біз шұңқырды жапаға толтыруға аз қалғанда атам бізді тоқтатты да
жерде сұлық жатқан қызды көтеріп әлгі шұңқырға жатқызды. Қыздың денесі толығымен жапаға шөгіп кетті. Тек шұңқырдан басы ғана қылтиып жатты. Екеуміз кезек-кезек қыздың басын төмен түсіп кетпесін деп сүйемелдеп ымырт үйірілгенше отырдық. Бір кезде қыз да көзін ашты. Су сұрады. Атамыз оған шәйнекпен салқын су берді, бірақ шұңқырдан шығармады. Атамның айтуы бойынша біз Сәрсен екеуміз су мен сүлгі әзірлеп қойдық. Бір кезде атам қызды шұңқырдан көтеріп шығарып, шөптің үстіне жатқызып, көйлегін шешіп тастап, біз берген сумен үстін жуып, сүлгімен жуып, көрпеге орап, үйдің іргесіне жатқызып қойды. Сол кезде байқағаным, қыздың денесінің бәрі де сүттей ағарып, сөлінің бәрінде жапа суырып алғандай болып көрінді маған. Тек жапа тимеген мойны мен басы ғана қарайып тұр. Кейінірек жоғары сыныпта сол қызбен бірге оқыдым. Көріп жүрдік. Денесінің киімнен ашық жерлерінде де бірде-бір тыртық пен жара көрінбейді. Бір сұрағанымда ол қыз денесінде күйіктің еш табы қалмағанын айтқан еді. Міне, халықтық медицинаның құдіреті. Баймұрат, сен де сол кезде сиырдың жас жапасына түсіргенде денеңде тыртық түгіл бірде-бір дақ қалмас еді, деп аяқтады әңгімесін Тоқтамшы ағай. Бәріміз де бұл әңгімені қызыға тыңдадық. Біреулеріміз оған сендік, екіншілеріміз сенбедік. Даурығысып, біраз уақытқа дейін Тоқтамшы ағайдың айтқандарын талқыладық та. Кеш бата үйге қайттық. Ол кезде жаңадан үйленгенмін. Келіншегіміз екеуміз Әлімқожа мен Шекерхан есімді ақжарқын кісілердің ауласындағы екі ауызды тоқалтамда тұратынбыз. Үйге келсем, келіншегім мектепте қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беретін Шекерхан апай мен ол кісілердің балалары мен Әлімқожа ағаның әкесімен бірге далада кешкі тамақ ішіп отыр екен. Мен де асқа қосылдым. Әлімқожа аға колхоздың кәсіподақ комитетінде жұмыс жасайтын. Жаз айлары колхоздың ең қауырт шағы еді ғой. Жұмысқа әбден берілген Әлімқожа ағамыз қызметіне таң атқанда кетіп, қараңғы түскенде бір-ақ келетін. Кейде ол кісіні көрмейтін дедік. Міне қазір де ол кісі үйде жоқ екен. Әлімқожа ағайдың анасы осыдан 5-6 жыл бұрын қайтыс болған. Әкесі Сейітжан ата соғыс ардагері еді. Сол кезде жасы мөлшерлеп 85-ке келген. Көп сөйлемейтін, бір тоға кісі болатұғын. Күні бойы үйде ұсақ немерелерімен бірге қалатын. Сейітжан ата мені де жақсы көруші еді. Екеуміз күнде ең құрығанда бір отырып әңгімелесіп алатынбыз. Әдетте қария мені көріп, амандық саулық сұрасқаннан кейін, бала, жақсы сигаретің бар ма? Деп сұрайтын. Ол кісі темекіні тек менімен отырып ермек болсын деп шегетін. Басқа уақытта темекі тартқанын көрген жоқ едім. Екеуміз орындыққа отырып, ащы түтінге оранып, әңгіме дүкен құратынбыз. Негізінен мен сұрақ қоятынмын, ал ақсақал жауап беретін. Мен көпті көрген көнетоз қариядан көбіне көп ауыл туралы, бала шағасы туралы, шежіре туралы, колхоздастыру мен ашаршылық туралы, соғыс туралы көп сұрайтынмын. Бүгінде Сейітжан ағамыз келіндерімен бірге отырып, үндемей тамағын ішіп болған соң менің қасыма келді. Екеуміз темекі тұтаттық. Қария менен жөн сұрады. Мен үйрек фермасына барғанымызды, ол жерде Тоқтамшы ағайдан естігенімді айтып, ол әңгімеге нанбағанымды жеткіздім. Ата, шынымды айтсам, мен ол кісінің айтқанына сенбедім. Дәрігерлер де күйген жерді толығымен емдей алмайды емес пе? Менен бір жас үлкен Ерлік деген нағашы ағам бала кезінде арқасында жейдесі өртеніп, жарты сағатқа жетер-жетпестей уақытта ауылдағы ауруханаға жедел жеткізіліп, дәрігерлерден дер кезінде ем-дом көрсе де, әлі күнге дейін арқасы бұжыр-бұжыр тыртық болып қалған. Ал сиырдың жапасынан кейін денеде еш дақ қалмайды дегенге сеніңкіремей отырмын. Бұл туралы сіз не ойлайсыз? Дедім. Ақсақал шүңірек көздерін жерге қадап біраз кідіріп отырды да, онысын білмедім, деп жауап қатты. Олай болуы да мүмкін. Темекіні бір сорды да, өзіне тән баяу қалыппен, дауысын еш көтерместен бір әңгімені бастап кетті. Менің мынадай әңгіме естігенім бар. Соны айтып берейін. Баяғы заманда бір бай жас жігіттерді жалшылыққа алып, аяқтарына аппақ теріден жасалған мәсі кигізіп, оларға мынадай шарт қояды екен. 5 жыл малымды бағасың. Егер де 5 жылда мына мәсіні тоздыратын болсаң, онда саған қалағанымды берем. Басыңа үй тігіп, әйел алып берем. Алдыңа мал салып, қыста малыңды қыстайтын,
ал жазда жайлауға шығаратын жайылым жер беремін. Бірақ 5 жылда бұл мәсіні тоздырмасаң, ештеңе де бермеймін. Менен құр қол кетесің. Осыған келсесің бе? Депті. Жұқалтаң теріден жасалған мәсіні қолына алып, байға келген жігіттердің барлығының да ойы бірдей болады екен. Тәйірі, осы мәсіні 5 жылда тоздырып жібермеймін бе? Осы ойға алданып, талай жігіт келісіп, байға қызмет жасаған екен. Жұмысқа тұрған бойда жігіттер мәсіні қысы-жазы суға да салады, тасқа да салады. Алайда олардың біреуі де аталған уақытта мәсіні тоздырмақ түгіл, оған сызат та түсіре қоймапты. Әрине, жалданған жігіттің бәрі де 5 жылдан соң еш кеткен уақыттарын жоқтап, бастары ауған жаққа кете барған деседі. Жағалтай есімді бір сіңірі шыққан кедей жігіт те сол байға жалданған екен. Ол да не жасаса да әлгі мәсіні тоздыра алмаған дейді. Уәделенген уақыт жақындаған сайын малдың артынан жүрген жігіттің ұнжырғасы түсіп, басы салбырап, күні бойы терең ойға шомып отырады. Бірде жапан түзде оған жолаушылап жүрген бейтаныс қария кезігіп қалады. Екеуі амандасып, жөн сұрасады. Жағалтай жолдан шаршап келген шалды қосқа түсіріп, сусын беріп, қолдағы барымен тамақтандырады. Біраз отырған соң байқампаз қария жігіттен: «Балам, көңілің бір нәрсеге құлазып жүрген секілді ғой. Қуанышыңмен бөліссең, қуанышың артады. Қайғыңмен бөліссең, қайғың кемейді деген сөз бар. Нендей нәрсеге қапаланып жүрсің? Айт, менің де бір септігім тиіп қалар» деп сұрапты. Жігіт жауап беруден қашқақтаса да, үлкен кісі қолқа салуын қоймапты. Шал болмаған соң, жігіт өзінің мұңын қарияға шағып, болған істің мән-жайын тәптіштеп айтып беріпті. Ақсақал қолын созыпты. «Бер әкелші, аяғындағы мәсіні көрейін» депті. Жігіт сұнған мәсіні әрі-бері ұстаған қария былай депті: «Шырағым, бұл мәсі тегін мәсі емес, бұл мәсі адамның терісінен жасалған. Сондықтан да бұны еш тоздыра алмайсың. Оны тоздырудың бір ғана амалы бар. Күнде таңертең мәсіні сиырдың жапасына салып, жас тезекті кешіп жүр. Сонда ғана мәсін тоздырасың». Қария осын айтып, қош айтысып, өз жолымен жүріп кеткен екен. Жағалтай ертеңнен бастап, таңертең малды өріске айдар алдында сиырдың жапасын кешеді екен. Бейтаныс қария айтқандай-ақ, 3-4 күннің ішінде әлгі мәсінің сау тамтығы қалмай, тоз-тоз шығыпты. Бұны көрген бай жеңілгенін мойындап, уәдесінің бәрін орындаған дейді. Осылайша Жағалтай мұратына жеткен екен деп, Сейітжан ата әңгімесін аяқтады. Мен ойланып қалдым. Шындығында да сиырдың жапасы адам терісіне мықты ықпал жасайтын сияқты ғой. Мұны ғалымдар зерттеді ме екен? Егер де оқушыларға осы тақырыпты зерттеу үшін ұсынса, нәтижесі қандай болар екен? Әңгіменің соңы.